Саламатсыздар ма, құрметті білім алушылар? Сіздермен бүгін әлеуметтік лингвистика пәні бойынша 8-ші лекциямызды бастаймыз. 8-ші лекцияның тақырыбы тілдің қоғамдық қызметі және қызметтік типологиясы. Бұл сабақта мынандай мәселелерді қарастырамыз. Бірінші, тілдің қоғамдық қызметі, екінші, тілдің қызметтік типологиясы, үшінші, тілдердің қарым-қатынастық түрлері немесе тілдердің коммуникативтік рангасы. Алдыңғы лекцияларда айтып өткеніміздей, әуелі тілдің қоғамдық қызметі деген мәселені анықтап алайық. Тіл адамзат қоғамда өмір сүретін әлеуметтік құбылыс. Демек, кез келген тіл қоғамда коммуникативтік, яғни қарым-қатынас құралы болу қызметін, екінші экспрессивтік, ойды жарыққа шығару болу қызметін, үшінші конструктивтік, ойлау құралы болу қызметін, және төртінші аккумулятивтік, тәжірибе мен білімнен жиналған дағдылық қызметтерін атқарады. Бұлар тілдің түрлі кезеңдеріндегі даму деңгейлеріне тән және өзіндік жүйесінде өзгермейтін туа бітті компоненттері болып табылады. Яғни негізгі қызметтері деп аталады. Ал тілдің қоғамдық қызметі деген не? Тілдің қоғамдық қызметі дегеніміз, бұл тілдің сол негізгі қызметтерінің түрлі әлеуметтік орталарда, қоғамдық өмір салаларында және әртүрлі мақсаттар мен жағдаяттарда пайдалану мен қолданылуының көрінісі. Тілдің атқаратын қоғамдық қызметі әртүрлі деңгейде болуы мүмкін. Әсіресе көп тілді қоғамда тілдер тұтынушылар тарапынан таңдалып, талғанып қолданылады. Міне осыдан келіп, дүниедегі қай тіл болмасын, өзіндік ішкі жүйелік құрылымдық жағынан өзге тілдерден артық кем деп салыстыруға болмайтын жеке дара адамзаттық құндылық болып табылса да, сол аумақта белгілі бір мемлекетте, әкімшілік бөліністе тағы басқа атқаратын қоғамдық қызметі тұрғысынан олардың өзара теңдігі жойылып, бірінің екіншісінен не артықтығы, не кемдігі пайда болады. Демек, тіл атаулы ішкі жүйелік құрылымдық жағынан бір-бірімен өзара тең болуында сөйлеушілердің саны жағынан ондай теңдіктен айырылады. Өйткені қандай да бір тілдің ішкі құрылымдық қасиеті белгілі шамада оның қоғамдық қызметіне тікелей байланысты болады. Тілдің қоғамдық қызметінің кеңеюі оның сөздік құрамының ұлғаюына әсер етеді. Кейде қандай да бір грамматикалық құбылыстың пайда болуына не бұрынғысының жетілуіне септігін тигізеді. Қысқасы, бір тілдің екінші тілден артықшылығы оның өмір салаларындағы қоғамдық қызметі мен сөйлеушілердің санымен байланысты болады. Айталық, Қазақстан Республикасында қай тілді мықты тіл немесе ірі тіл деп атауға болады деген сұрақтың тууы мүмкін. Белгілі социолингвист ғалым Швейцардың көпшілік халықтың 1/4 үшін ана тілі деп есептелетін сөйлеуші 1 миллионнан асатын, кейде бүкіл орта мектеп бітірушілердің кем дегенде тең жартысы оқу тілі ретінде меңгерген тіл ірі немесе мықты тіл болып есептеледі деген пікірін ескерсек, елімізде 2 ғана ірі тілі бар. Олар әуелі қазақ тілі, соңынан орыс тілі. Ірі тілдер қатарынан үміткерлер өзбек, ұйғыр, украин тілдері. Құрметті білім алушылар, лекциямызда қарастырылған екінші мәселеміз осымен байланысты болып келетін тілдердің қызметтік типологиясы деп аталады. Нақтылы бір тарихи қалыптасқан социумдағы тілдердің атқаратын негізгі қызметтері мен қоғамдық қызметтерін зерттеуді лингвистер тек 20 ғасырдың ортасында ғана қолға ала бастады. Сондықтан бұл бағытта, мысалы, әлем тілдерінің генологиялық, типологиялық және ареалдық классификациялары, тілдік одақтар классификациялары тағы басқа сияқты белгілі бір нәтижелі тұжырымдар әлі жасалған жоқ. Дегенмен әлеуметтік лингвистикалық әдебиеттерде тілдердің қызметтік типологияларының бірнеше үлгілері аталып жүр. Мысалы, кеңес заманында КСР-дағы тілдерді социолингвистер былайша топтады. Бірінші, көне жазулы тілдер, екінші, жаңа жазулы тілдер, үшінші, жазуы жоқ тілдер деп үшке бөліп көрсетеді. Бұл жөнінде толық мәліметті Аврориннің «Ленинская национальная политика и развитие литературных народов СССР» деген 1960 жылдыққан шыққан еңбегінен қарауға болады. Одан соң
КСР халықтары тілдерін ұлттық аумақтық автономия формасы бойынша топтастырудың екінші түрін 1960 жылы Дешереев деген ғалым ұсынды. Бұл топтастыруда тілдер мынадай топтарға бөлінді. Бірінші, орыс тілі ұлтаралық қарым-қатынас тілі. Екінші, одақтас республикалардың ұлттық әдеби тілі. Үшінші, автономиялы республикалар мен облыстардың әдеби тілдері. Төртінші, қоғамдық шектелген жазба тілдер. Бесінші, шағын ұлыстардың жазусыз тілдері. Бұл топтастырушылықтар әмбебаптық мәнге ие бола алмады. Өйткені бірінде жазу түрі назарға алынса, екіншісінде елдің ұлттық аумақтық ерекшелігі ғана көрсетілген болатын. Тілдердің қолданылатын өмір салалары мен әлеуметтік орта түрлеріне басты назар аудара отырып, тілдердің үшінші қызметтік типологиясын Аврорин «Проблемы изучения функциональной стороны языка» деген 1975 жыл шыққан еңбегінде қайта ұсынды. Аврориннің бұл топтастыруы кейіннен Никольскийдің Швейцердің әлеуметтік лингвистика пәні бойынша жазылған оқу құралдарында үлгі ретінде талданып берілді. Бұл жөніндегі толық мәліметті Никольский мен Швейцердің «Введение в социолингвистику» деген Мәскеуде 1976 жыл шыққан еңбегінен қарай аласыздар. Әлеуметтік лингвистикада тілдердің мемлекетаралық және этносаралық қатынастардағы қызметімен анықталатын 5 қарым-қатынастық рангісі ажыратылып көрсетіледі. Бұл пирамиданың басында әлемдік тілдер деп аталатын 6 тіл тұрса, пирамиданың ең төменгі бөлігінде күнделікті тұрмыста тек өз этносының ішінде ғана қолданылатын жергілікті тілдер құрайды. Олар: бірінші әлемдік тілдер, екінші халықаралық тілдер, үшінші ресми мемлекеттік тілдер, төртінші аймақтық тілдер, бесінші жергілікті тілдер. Тілдерді белгілі бір қызметтік типтерге бөлуде шетелдік ғалымдар зерттеулеріне назар аударсақ, француз лингвисі Мартене тілдің мынадай 3 сатыдан тұратын пирамида түріндегі қызметтік сипаттамасын ұсынады. Бірінші, диалектілер мен жергілікті жерлерге тән тілдер. Екінші, тар көлемде таралған тілдер. Үшінші, аралық тілдер. Тағы бір шетелдік ғалым, шотландық лингвист Стюарт тілдердің мынадай типологиясын көрсетеді. Бірінші, нормаланбаған ана тілі. Екінші, нормаланған бірақ қазіргі кезде қолданылмайтын тіл. Үшінші, аралас пижин тәрізді тілдер. Үшінші, жасанды маргиналды тілдер. Ал келесі бір социолингвист ғалым Фергюсон тілдерді мынадай үлгіде топтастырып көрсетеді. Бірінші, негізгі тіл. Екінші дәрежелі тіл. Үшінші, арнаулы тіл. Шетелдік ғалымдар жасаған классификациялар туралы мәліметтерді Швейцер мен Никольскийдің «Введение в социолингвистику» атты еңбегінен және Швейцердің «Вопросы социологии современной американской лингвистики» атты кітабынан оқып танысуға болады. Ал Қазақстандағы тілдердің атқаратын қызметі туралы Бақытжан Хасанұлы «Ана тілі атамұра» еңбегінде былай көрсетеді. Бірінші, қоғамдық қызметінің ауқымы кең тілдер. Екінші, қоғамдық қызметінің ауқымы тар тілдер. Үшінші, қоғамдық қызметі нашар дамыған тілдер. Алғашқы топқа қазақ, орыс тілдері жатады. Өзге тілдердің ішінде қоғамдық қызметінің көлемділіктері ұйғыр, дүнген, корей, өзбек, тәжік, украин тағы басқа тілдері. Енді лекцияда қарастырылатын үшінші мәселеге келейік. Бұл тілдердің қарым-қатынастық түрлері және коммуникативтік рангісі деп аталады. Жекелеген тілдің әлеуметтік лингвистикалық белгісі сол тілдің жүзеге асыратын қарым-қатынастық көлем мен өзіндік құрылыммен анықталады. Қарым-қатынастық көлем мен құрылым мынадай көрсеткіштерге байланысты. Бірінші, сол тілде сөйлейтін адамдар саны. Екінші, сол тілде сөйлейтін этностар саны. Үшінші, сол тілде қолданатын елдер саны. Төртінші, тіл қолданатын қоғамдық өмір салалары мен әлеуметтік топтар. Осы көрсеткіштер арқылы тілдің қолдану аясын, даму мүмкіндігін анықтап, сипаттай аламыз. Қандай тілдің коммуникативтік рангісі жоғары, дамыған тіл деп атай аламыз? Тілдің дамығандық деңгейін белгілі социолингвист ғалым Чарльз Фергюсон мынадай 3 түрлі белгіге ие болумен анықтайды. Бірінші, графикаланған тіл, яғни жазу жүйесі жасалған тіл.
Екінші, стандартталған тіл, яғни ауызша және жазбаша формалары әдеби нормаланған тіл. Үшінші, модернизацияланған тіл, яғни лексикалық, синтаксистік және стилистикалық тағы басқа жағынан жаңарып жетілген, осы заманғы ғылыми техникалық прогреске икемді тіл. Жалпы кез келген тілдің әлеуметтік лингвистикалық сипаттамасы мынадай өлшеммен беріледі. Қай тілдің сөйлеушісі көп, сол тіл мықты тіл. Қай тілдің сөйлеушісі аз, ол нашар тіл. Дүниеде барлық тілдердің қарым-қатынастық қызметі максималдық және минималдық қызмет арасында болады. Оны былай түсіндіруге болады. Дүниеде жеке адамның не бүкіл адамзаттың бүкіл өмірін бір тіл қамтамасыз ете алмайды. Сондықтан максималды қызмет атқаратын тіл деген жоқ. Сондай-ақ екі адамның ғана қарым-қатынасына қолданатын минималды қызмет атқаратын тіл де болмайды. Барлық тілдер осы максималды және минималды қызметтердің аралығында болады. Қазақстанда қазақ тілінің дамуының басты жолы оның сөйлеушілердің санын көбейтіп, қоғамдық қызмет аясын кеңейтуге негізделу керек. Сонда ол ұлтаралық, халықаралық, тіпті әлемдік тіл дәрежесіне жетуі де әбден мүмкін. Сондықтан біздің қоғамда қазақ тілін емес, сол тілді сөйлейтін адамдардың санасын құтқару керек, ояту керек. Бұл турасында Ахмет Байтұрсынұлы біздің қазақтың ісі жаңа басталып келеді. Не болары белгісіз. Қазақ я құрып жоқ болар, я өз тілімен өзгелердей тіршілік етер. 20 ғасырға дейін түріктің тілін аздырмай, асыл қалпында алып келген тіл турасындағы абырой мен алғыс қазаққа тиісті. Атаның аздырмай берген мүлкін қолымызға алып бытыстын шығарсақ, ол ұнамды іс болмас деген әлеуметтік лингвистикалық тұжырымын үнемі қаперімізде алғанымыз жөн. Бүгін осымен сабақ аяқталды. Көңіл бөліп тыңдағандарыңыз үшін рахмет. Қош сау болыңыздар.